Ескастор магазині жеке кабинетке кірген кезде бізде осындай жаңағы ескерту шығып тұрады. Яғни бір нарушение жасасаңыз 6 айға блокқа кетесіз, 2 нарушение болса 12 айға, 3 нарушение 18, 4 нарушение болатын болса 24 айға кетесіз деп. Яғни бұл нені білдіреді? Сіз қандай да бір тендерге қатысып ұтып аласыз, соны қабылдамасаңыз блокқа кетесіз. Тіпті қабылдап алғаннан кейін комиссия төлемесеңіз де блокқа кетесіз. Комиссия төлеп алып уақытында қол қоймасаңыз да жаңағы блокқа кетіп қаласыз. Осылай бізге ескертіп тұрады. Жалпы қандай штрафтар бар деген сияқты заттарды білгіңіз келетін болса, жаңағы осы жерден толығымен оқып алсаңыз болады. Біз енді ознакомлен деп басамыз. Бұл Ескастор магазиніне кірген кездегі негізгі бет. Ескастор магазинде қазіргі таңда жаңағы товар и услуги деп шығып тұр. Көбінде осы уақытқа дейін, осы биылғы жылға дейін тек қана тауар сатып алып келген Ескастор магазин арқылы. Биылғы жылдан бастап услуги деп, яғни қызметті де сатып алып жатыр. Бұл қазір сирек шығып жатыр. Бұны сирек шығып жатыр. Енді жаңағы магазин деп біз басатын болсақ, бұл жерде заттар өте көп. Осылай заттар шығып тұрады. Осы заттардың астына өзіңіздің бағаңызды қойып қойсаңыз болады. Бірақ Ескасторда тікелей жаңағы сіз затқа баға қойып қойғаныңызбен тікелей жаңағы сізден сатып алмайды. Яғни тіке тапсырыс түспейді. Тек қана жаңағы заказчик жариялайды. Осындай ол заказчикке қалат керек болатын болса, маған осындай 103 штук қалат керек. Біздің беріп тұрған баға 5000 теңге деген сияқты жарияланады. Сол жарияланған лотқа ғана қатыса аласыз. Услуги дегенге басайық. Услуги, торги по услугам деп басатын болсақ, мына жерде қазіргі кезде ештеңе шығып тұрған жоқ. Қарасаңыздар, жаңағы количество деген жерде 0 болып тұр. Егер жаңағы қандай да бір услуга жарияланып жататын болса, жаңағы бұл жерде осы пустой тұрған жерде услугалар атымен шығып тұрады. Енді біз товарға барайық. Товари, одан кейін жаңағы закази деп басатын болсақ, мына жерде қарап отырғаныңыздай, міне қазір заказчиктің жариялап сатып алғай жатқан жаңағы тендерлары бұл жерде шығып тұр. Бұлайынан төмен шығып қарайтын болсақ, мысалы бір страницада 96 тендер көрсетілсін деп жаңағы фильтрге қоятын болсақ, біз фильтрге мында қараңыздар. 4 бет шығып тұр, яғни 92-мен көбейтетін болсақ, 384 түрлі зат сатылып алынып жатыр. Мына жерде қарайтын болсақ, жаңағы телевизор сатып аламыз деп қойған екен, жаңағы 560 000 теңгеден 2 штук. Сіз егер осыған қатысқыңыз келетін болса, мысалы, предложить цену деп басасыз. Басқан кезде жаңағы бізде бұлайынан шығады. Яғни 17 сағат қалды. Жалпы бұл қай жерге барады, соның адресі жазылады. Сонымен қатар осы телевизордың барлық характеристикасы жазылады. Енді мына до окончания торгов деген жерге келсеңіз, қызылмен уақыт жазылып тұр ғой. Бұл негізі ең
ұзақ уақыт 24 сағат уақыт беріледі да, одан кері қарай жүріп отырады да, яғни 1 минут, одан кейін 0 минут болып біткен кезде жаңағы конкурс аяқталады деген сөз. Тендерлар бұл жерде әртүрлі уақытпен жарияланады. Біреу 24 сағат, біреу 8 сағат, 6 сағат, 2 сағатқа береді. Солай жылдам бұл жерде тендерге қатысуға болады. Енді бағаға келетін болсақ, бұл телевизорға 500 мың 2-3 сатып аламыз деп берген. Бұл жерде жаңағы 2 түрлі бағамен тұр. Егер ендеспен жұмыс жасайтын болатын болса, 560 мың теңгеден төмен түсіреді. Егер без ендес жұмыс жасайтын болса, сіз 500 мың теңгеден төмен баға бересіз деген сөз. Қазіргі кезде бір ғана поставщик баға берген, ол осылай шығып тұрады. Егер бірнеше поставщик баға берген болатын болса, жаңа ұсыныс 1, ұсыныс 2, ұсыныс 3, ұсыныс 4 деген сияқты рет-ретімен шығып тұрады. Бірақ сізге кімнің қанша баға бергені көрінбейді, тек қана баға көрінеді. Сіз жаңағы бұл тендердің уақыты біткен кезде баға көрінеді. Сіздің берген бағаңызда да басқа берген адамның бағалары да көрінеді. Сіз бұған баға беру үшін бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Мысалы жаңағы добавить предложение дейсіз да, 500 мың теңге деп басып, да деп басқаннан кейін жалғастырып, сіздің бағаңыз беріліп кетеді. Содан кейін жаңағы бұның төменгі жағында сіздің бағаңыз шығып тұрады. Сонымен қатар өшіріп тастағыңыз келетін болса, мұна действие деген жағында удалить деген батырма болады. Удалить деген батырмаға басып, соны өшіріп тастасаңыз болады. Бұл енді жаңағы закази тек қана бір текті затты сатып алған кезде осылай шығып тұрады. Яғни бір затқа заказ беріп жататын болса, осылай шығып тұрады. Осылай шығып тұрады жаңағы. Мына жерде қарасаңыздар, мысалы, зат өте көп, әртүрлі зат сатып алатын. Емал сұрап жатыр мына жерде. Мына жерде жаңағы Canon деген фотоаппарат сұрап тұр. Осылай жаңағы бір зат алынып жататын болса, осылай бір түрлі суретімен ғана шығып тұрады. Енді төмен қарай түсетін болсақ, открытый торги по корзинам деген зат бар. Бұның жаңағы открытый торги мен айырмашылығы, открытый торги бір ғана зат сатып алатын болса, корзинамен мұна жерде жаңағы бір компания қаншама түрлі затты бір корзинаның ішінде сатып алады. Яғни корзинада тұрған лотқа қатыса аласыз. Бұл жерде корзинада тұрған заттар ешқандай бөлінбейді. Осы корзинада қанша зат бар, осы затқа бірақ қатысу керексіз. Енді сіз баға беру үшін жаңағы предложить сену деген сияқты басасыз. Бірақ жаңағы бұл корзинаның ішінде қанша зат бар деген сияқты затты қарағыңыз келетін болса, мына жерде тұрған жаңағы көк сұр батырмаға кеп үстіне келсеңіз көк болады. Осыны басатын болсаңыз, осылай жаңағы корзинаның ішінде тұрған заттарды қарайсыз. Мына жерде жаңағы бумага, файл деген сияқты 2 зат алып жатыр екен. Енді төмен түсіп біз Павлодар Екібастұз дегенге келетін болсақ, бұл жерде кілттер, набор кілттер сатып алып жатыр екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 түрлі зат сатып алып жатыр екен. Осы сіз 6 түрлі затқа қатыссаңыз болады. Бұның енді қанша баға бергенін көрем десеңіз, предложить сену деп бассаңыз, жаңағы бұл жеке бетке осылай шығарып аласыз да,
6 түрлі позициядағы затты былайынан қарайсыз. Мына жерде бірінші затқа жаңағы 11.300 теңгеден 4 түрлі зат алып жатыр екен. Соны көресіз. Баға бергіңіз келетін болса, добавить продвижение, бағаңызды бересіз. Сосын шығып кетіп, біріншісін осылай свернуть етіп тастайсыз да, екіншісін ашасыз. Екіншісін ашып, жаңа қанша штук алып жатыр, қанша теңге беріп жатыр деген сияқты заттарды осы жерден көресіз. Яғни әр затқа кіріп, бағаңызды бергеннен кейін, ең соңында шыққан кезде жаңағы мына жердегі 1-ден 6-ға дейін 0 теңге деп жазылып тұрған осы жерде жаңағы сіздің берген бағаларыңыздың барлығы осы жерде шығып, общий сумма осы жерден шығып тұрады. Осы жерден жаңағы отправить предложение деп басасыз. Содан кейін сіздің бағаңыз беріледі. Және де егер оған қатысқыңыз келмей жататын болса, жаңағы уақыты бітпей тұрып, сіз удалить етіп, бұл лоттан бас тартсаңыз болады. Келесі сабақтарда бұдан да толығырақ түсіндірілетін болады.